Мен өзімнің творчествомда қазақтың халық музыкасының мелодикалық байлығын пайдалануға тырысамын. Армысыздар өнер қазақ елі, құрметті ұстаздар, оқушылар және ата-аналар. Мектебімізде өтіп жатқан өнер бірлестігі апталығына орай композитор Бақытжан Байқадамовтың 100 жылдығына байланысты оның өмірі мен шығармашылығына арналған "Өмірдің өзі ән, әннің өзі өмір" атты сазды бағдарламалық кешімізге қош келдіңіздер. Қазақтың қазақтығы өнерінде демекші, халқымыз ән мен жырға бай халық. Қазақтың әрбір әуелеген әні, әрбір күмбірлеген күйі, естігеннің құлақ құрышын қандырары анық. Жүректің қылын шертіп, жаныңды тебірентер әндер жаныңды бақытқа бөлейді. Сондай ғажап әндердің авторы, қазақтың бір тума таланты Бақытжан Байқадамов. Ол қазақ ән хор өнерінің өркендеуіне зор үлес қосқан композитор және қазақ мемлекетті хор капелласының негізін қалаушы, талантты ұйымдастырушы, қазақтың ұлттық кәсіби музыкасы мен өнерінің өркендеуіне өзіндік іс тастаған музыкант-композитор, ұйымдастырушы ұстаз. Оның сұлу сазды әндері біз үшін ерекше ыстық. Бақытжан Байқадамов 1917 жылы 24 наурызда Торғай өңірінде дүниеге келді. Әкесі Байқадам Қаралдин мен
Анасы Үрзипа өз заманын оқыған, еті тірі, сонымен бірге айналасына танымал, ән күйге жақын өнерлі жандар болған. Олар қазақ даласына жеткен жаңалық хабарды бар бітім болысымен қабылдап, қой үстіне боз торғалай жұмыртқалаған, бақытты заман келі деген ниетпен дүниеге келген ұлының атын Бақытжан қойса керек. Бақытжанның шығармашыл тұлға екені бәрімізге белгілі. Оның өсіп жетілуіне, өнерге құштар болуына өскен ортасының ықпалы зор болды. Ол өз естелігінде әкем күйде тартушы еді. Аққу, ақсақ құлан күйлерінің әкеміздің орындауындағы сарыны әлі құлағымда. Кішірек кезінде Бақытжанға домбыраның құлағын тістетіп қойып күй тартатын. Ақсақалдар әлден уақытта «Домбыраны бер, бала тартсын» десетін. «Мына тәтті күй ұялай берсін» деп жиі қайталайтын әке сөзі Бақытжанға сол кезде үлкен ықпал еткен тәрізді дейді. Өнерге жақын етіп тәрбиелеген әке қамқорлығы кейін өз жемісін береді. Халықтың тамаша ән күйін құлағына жастайынан сіңіріп, қайталатпай қағып алар зеректігі Бақытжан бойындағы композиторлық қырының қалыптасуына игі ықпал етті. Біздің бүгінгі кешіміздің барысында композитордың өмірі мен шығармашылығы жөнінде түсірілген бейнекөріністерді тамашалайтын боламыз. Олай болса, назарымызды композитордың өмірі туралы сыр шертетін алғашқы бейнекөрінісімізге бұрайық. 1917 жыл. Совет үкіметі жаңа орнап жатқан кез, Бақытжан байқағам дәл осы дүрбелеңнің тұсында дүниеге келді. Жаңа заман басында өмірге келген баласын атана бақытты болсын деп ырымдап, Бақытжан деп атапты. Әкесі байқадам Қаралдин кезінде Амангелді басқарған Торғайдағы ұлт азаттық көтеріліске қатысқан, қазақ автономиясын құру жөнінде Лениннің қабылдауында болған, бірнеше лауазымды қызметтер атқарған қоғам қайраткері. Осындай қазақтың бас көтерер ерлерін халық жауына айналдырған 1930 жылдың зобалаңы Байқадам Қаралдиннің де басына төнді. Анасы Үрзипа да орыс, француз тілдерін білген. Кезінде Совет үкіметінің съездеріне делегаттар болды. Алайда отағасының ұсталып кетуі және халық жауының отбасы ретінде қудалануы Үрзипаға оңай соққан жоқ. Осындай қасіреттен кейін анасы Бақытжанның тегін Үрзипін деп өзгертіп, Әліби Жангелдин ашқан мектеп-интернатқа орналастырады. Басқа балалардың да фамилияларын ауыстыруға тура келеді. Алайда күн өткен сайын отбасының тұрмысы нашарлай береді. Семья оказалась совершенно... Отбасымыз қиын күндерді басынан кешті. Осындай қиын қыстау сәтте бізге Байқадам Қаралдиннің жақын досы Әліби Жангелдин келіп көмектесті. Байқадам Қаралдина Жастайынан өнер үшін жаралған, бұл Бақытжан ән мен жырдан нәр алған, күмбірлеген әрбір күйдің қағысын жан жүрекпен құштарлана тыңдаған. Ортаға 9-шы Ә сынып оқушысы Арман қызы Аружанды науайы күймен шақырамыз.
бақытты жастың математика саласында жолы болса да, өнер құдіреті оны көзден алысқа жіберген жоқ. Бұл жайлап кесі Данабике інісінің алғашында білместікпен қате қадамға барған мойындайды. Әу бастан өнерге, музыкаға жаны құштар Бақытжан Қаспейдің математика факультетіне оқуға түсіп, солфеджио, гармония, композициямен айналысуға тиісті алтын уақытын босқа сарп етеді. Әпкесінің көзімен қарағанда бұл қателік сияқты. Алайда бұл жылдар Бақытжан үшін өз бойындағы ұйымдастырушылық қабілетін жан-жақты дамытып, бар қырынан қайраткер болып қалыптасуына жол ашқан кез. Олай дейтініміз, Бақытжанның бойындағы таланты, өнерге деген құштарлығы жүрген жердің бәрінде байқалып отырады. Ол оқыған, жұмыс істеген, жүрген жерлерінде көркемөнерпаздар ансамблін, оркестрін, драма үйірмелерін ұйымдастырып, оларды бұдан бұрын өз аяққа тұрғызған өзге үйірмемен бәйгеге қосып, ұдайы қозғалыс үстінде көрінеді. Бұл тәжірибелері кейін республикадағы кәсіби өнер ұжымдарын құру кезінде толық заңды жалғасын табады және еліміз мәдени өмірінен ойы балар орны бар өнер ұжымдарына айналады. Сонау 1938 жылы алғаш рет ел құлағына жағымды, жүрегіне жылы тиген, Айгөлек әнінен кейін көпшіліктің аузынан түспейтін талай тамаша әндерлегі Бақытжан Байқадамовтың атын жаңа өмірді жырлаушы композитор ретінде халқына паш етті. Өз ұйымдастырған оқушы студенттер көркемөнерпаздар ұжымдарымен жұмыс істеу барысында туған шығармалары Бақытжан Байқадамовты қазақ композиторларының ішінен алғашқылардың бірі болып, балалар репертуарына арналған әндер жазған композитор ретінде танытты. Оның «Біз отанның бөбегі», «Пионерлер әні» тағы басқа әндері республика көлемінде балалар әндерінің репертуарынан тұрақты орын алды және жас Бақытжанның екінші тынысы ашылып, халқына әнші композитор ретінде таныла бастады. Ендігі кезекті Бақытжан Байқадамовтың ер жетіп, жоғарғы оқу орнында оқыған кезеңдері, алғашқы шығарған әндері туралы сыр шертетін, мектепте музыка пәнінің мұғалімі болып жүрген кезіндегі өмірінен бейне көріністі тамашалайық. Әліби Жангелдин. Әліби Жангелдин бізге Алматыға көшіп келуге жәрдем берді. Осында әкем Бақытжан сол кездегі Қазақ педагогикалық институтының математика факультетіне түсті. Оның математикаға қабілеті бала кезінен байқалатын. Алайда институт қабырғасында жүріп, халық жауының баласы деген желеумен 2 рет оқудан шығып қалған. Бірақ әр кез Әліби Жангелдин оның оқуын жалғастыруға көмектесіп отырды. Әліби Жангелдин для того, чтобы его как бы восстановить. Бақытжан Байқадамовтың түрмеге түсіп, асып кетпей өнерде Әліби Жангелдин бір композиция президентінің өзімінде. Командировка жіберсеңіз, Москваға, Ленинградқа. Әліби қызғыштай қорған баланың математикаға қабілеті мықты болғанмен, жүрегінің түбіндегі музыкаға деген құштарлығы маса бермеді. Ішкі жан дүниесінде математика мен музыка арпалысып жатты. Он был учителем музыки. Әкем Бақытжанның өмірі қашанда музыкамен байланысты болған. Ол 12 жыл бойы түрлі мектептерге музыка пәніне сабақ берді. Сол мектептердің қабырғасында жүріп, ансамбльдер құрып, соларға арнап ән жазды. Түрлі олимпиада мен фестивальдерде жүлделі орындар алып, көзге түсіп жүрді. Бақытжан құрған пионерлер ансамблінде белгілі өнер шеберлері Айсұлу Байқадамова, Фатима Балғаева, Нариман Қаражігіт, Майра Әбусейітовалар болды. Олардың репертуарларын да өзі толықтырып отырды. Балаларға арнап менің папам сүйітасын, бақытты балалық, пионерлер маршы, Айгөлек әнін жазды. Айгөлек әні сол кезде мектеп оқушыларының ән ұранына айналды. Қиынстау кезде мұндай шаттыққа толы ән шығаруына оның өмірге деген құштарлығы себеп болса керек.
кезден бастап Бақытжан Байқадамов халық әндерін өңдеу арқылы керемет құнды дүниелер жасауға болатынын түсінді. Бейбелейтін шыр көбелек айналып, қандай әсем бейші қыздар ғажайып, туды құстай сан құбылып түрленер, кел билейік, әнін енді тыңдайық. Келесі тыңдайтындарыңыз композитордың мектеп оқушыларына арнап жазған шығармаларының бірі Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған Кел билейік. Ортаға екінші Б сынып оқушысы Қазиева Кәмшатты шақырамыз. Бақытжан алғашында өз бетінше жазған шығармаларымен халыққа кеңінен танылды. Мектеп оқушылары, студент жастары қоры мен ансамбльдері Бақытжанның әуезді де жігерлі әндерін жиі орындай бастады. Ал 1939 жылы Қазақстан композиторлар одағы жанынан әуесқой мелодистердің курсы ашылып, белгілі музыка маманы Евгений Брусиловский талапты жастарды композициядан сабақ бере бастайды. Осы курстың белді мүшесі, Бақытжанның бойындағы талантты көре білген ұстазы, оның болашағынан үлкен үміт күтіп, Ұлы Отан соғысы басталған кезде майданнан алып қалуға себепкер болады. Ал соғыс кезінде Евгений Брусиловскийдің ақыл кеңесі бойынша Алматыға эвакуациямен келген Киев консерваториясының танымал профессорлары ерлі-зайыпты Скорольскийлерден музыка негіздерінен солфеджио, гармония, полифониядан жүйелі түрде дәріс алады. Композитордың өзі туралы ұстазы еске алуында, алғашқы сабақтан бастап Скорольский гармония заңдылықтарын талдауда әрқашан творчестволық тәжірибемен қазақ музыкасының ұлттық ерекшеліктерімен қабыстыра байланыстырды. Михаил Адамович үнемі қазақ әндерін шырқауында, олардың әуенін жазып, гармонизацияның ұлттық ерекшеліктеріне сәйкестендіруді өтінетін. Гармонияны өтудің мұндай әдісі халық әндерін өңдеу шеберлігін тез меңгеруіме, шағын формадағы музыканы өз бетімен шығару жұмысына кірісуіме ықпал жасады дейді. Осындай жолмен арнайы орта білім алған Бақытжан Алматыда құрылған консерваторияға Евгений Брусиловскийдің композиция классына түсіп, оны 1954 жылы табысты аяқтады. Бақытжан Байқадамов шығармашылығы негізінен ән хор жанрында кең қанат жайды. Қазақ кәсіби музыкасындағы осы саланың қалыптасу және даму жолы композиторлардың шығармашылығы сияқты екі бастаудан нәр алып, үлкен бір арнаға құйылды. Келесі бейнекөрініске назар аударайық. Очень здорово помогло соғыс кезінде Алматыға жер аударылған екі талантты композитордың рухани көмегі зор болды. Олар профессор, кәсіби өнердің негізін қалаушы композитор Михаил Адамович Скорольский мен Қытайдың белгілі композиторы Си Синхай еді. Китайский композитор Си Синхай. Михаил Скорольский
Алматыға келгенде Бақытжан Байқадам үйіне тұрғызады. Ал өзі одан сольфеджио, полифониядан дәріс алған. Сонымен қатар Сисинхайда Байқадамовтың тар үйінде біраз уақыт тұрақтайды. Осы музыка мамандарынан алған білімі текке кетпей, Бақытжан Байқадамов Алматы консерваториясына түсіп, Евгений Георгиевич Брусиловскийдің шәкірті болды. Ол ұстазын менің екінші әкем деп жиі айтатын. Білікті ұстаздың кеңестері консерваторияны бітіріп, хор жанрмен айналыса бастағанда пайдасын тигізді. Осылайша Бақытжан Байқадамов қазақ даласына бейтаныс көп дауысты хор жанрын қалыптастыруды қолына алды. Әрине бұл алғашында оңайға түскен жоқ. Қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев кезінде көпі келген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарам деп жырлаған болатын. Осы өлең жолдарын музыка саласына аударар болсақ, көпі келген қазақтың музыкалық мұраларын ғасырлар бойына халықтың жадында қатталып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келген ән күйі мен саз жырын, сазгерлік үрдістерін кәсіби тұрғыда жазып, зерттеп, өңдеп, шығарып, өз тыңдаушысына зерлі шекпенмен жарқырата қайтарған композиторлардың бірегейі де осы Бақытжан Байқадамов деп білеміз. Композитор көпшілікке арналған ән мен хор шығармаларын халықтың тұнық бұлағының бастау көзінен суырып ала отырып, әрлеп, әспеттеп, халықтың өзіне құлақ құрышы қанатын көз тоймайтын сәуле шашқан қырларымен қайтара алды. Ол тынымсыз еңбектің арқасында республикадағы іргелі өнер ұжымдарының қатарына жататын, бүгінде өзінің атымен аталатын академиялық хор капелласын дүниеге алып келді. Хор жанры Қазақстанда кәсіби өнердің елеулі саласы ретінде қалыптасса, ұлттық бояу бедерімен дамыса, оны Бақытжан Байқадамовтың өлшеусіз еңбегі бар деп білеміз. Бақытжан Байқадамов қазақ халқының халық композиторларының шығармаларын жоғарғы кәсіби деңгейде ұлттық бояуын жоғалтпай, көп дауысты аралас хорға өңдеп, оған тыңдарманның көңіліне қонарлықтай етіп, дауыстардың ерекшеліктеріне сай өлшемдер бөліп бере білді. Ол кейіннен жас композиторлардың шығармашылығына қозғау салып, хорға арналған жаңа туындылардың көптеп жазылуына мұрындық болды. Композитордың хор капелласына арнап жазған Қара торғай, Балқурай, Жаяу Мұса, Ғайни, Ақмаңдайлым, Ахау Семей, Харарау, Қыздарай, Майра, 16 қыз, Жария Майдай, Жеңеше, Елигай, Молдабай, Құдаша, Той базары, Сәулемай, Камила, Бал Хадиша сияқты халық әндерімен халық композиторларының шығармалары іргелі ұжымның күні бүгінге дейін репертуарынан түспеген толымды шығармалар. Композитордың әндері туралы келесі эпизодымызды тамашалайық. Бақытжан Байқадамов өзі қалаған ақын әншімен бірге жұмыс істегенде әндері өте оңай жазылатын. Тіпті әуен өзінен өз құйылып келіп тұратындай көрінеді. Байқадамов әндерінің жанры әртүрлі. Соның ішінде ойнақы, әзіл араласқан 16 қыз, Қыздарай, Су тасушы қыз әндері халық жүрегіне жол таба білді. Су тасушы қыз әні 1956 жылы «Беспокойная весна» фильміне арнап жазылады. Бірақ бұл ән фильмге дейін айтылып, танымал болған еді. Композиторлар олар өз әншілермен автор ретінде жұмыс жасайды. Ағайынды Абдуллендер, ағайын Абдуллендер, ол кісілерде тоже олар дуэт қып сөйтіп айтты ғой бірнеше әндерін.
Аяқ жерге төбе көкке тигенмен, кірпіктерім көкжиекке сүйенген, далам қандай әнді күлеп күйемген, қазақ елі сені мәңгі сүйеммен. Айналайын туған жерім киеңнен, сенің шалқар шарапатың тигеннен. Келесі кезекте орындалатын әніміз Қазақстанның еңбек сіңірген әртістері ағайынды Абдуллиндердің репертуарында болған ән қазақ даласының айбын өлкелерінің бірі Теміртау қаласына арналған Теміртау жастарының марш әні. Орындайтын 5-ші Ә сыныбының оқушысы Мұстафиев Бектұрсын. Кеңестік дәуір деп аталатын күрделі кезеңде өмір сүріп, сүйікті отанына, халқына барлық болмыс бітімімен еңбек еткен Бақытжан Байқадамов шығармашылығының орны біз үшін ерекше. Оның шығармалары отаны мен халқын сүйген әрбір азаматтың қуанышы мен қайғысын, жеңісі мен нәубетті күндерін жырлай отырып, өзінің биік рухты оптимизммен өрнектеледі. Илья Жақановқа берген соңғы сұхбатында әр әнім өмірімнің әр сәті, әр әнімнің мақсаты, арқалайтын жүгі, атқарар міндеті бар. Менің бар қарекетім, ойым, арманым сол әндерде деген сөздерінен композитордың өз шығармашылығына деген сүйіспеншілігін көреміз. Шынында да Бақытжан Байқадамов аумалы төкпелі кезеңнің барлық сәттерін музыкамен сабақтай отырып, өмірін әсем әнге айналдырған, мазмұнды ғұмыр кешкен халқымыздың таланттылы. Бақытжан жазған әндерінің өзі жүздеседі. Бұдан басқа хорға, биге арналған соната, кантата, поэмаларын қосқанда олардың өзі қаншама. Қазақтың халық әндерін тегіске жуық білсе керек. Өз сөзімен айтқанда, 200 әннен кем білген композитор шәркейсіз жалаңаяқ композитор дейтін. 1939 жылы
Жамбылдың қымыз, бесік жыры өлеңдеріне қолма-қол әуен тауып, домбыраға күмбірлете қосты. Осы тұста әніне өлең жазамыз деушілер молайды. Соның ішінде Жұмағали Сайын шаттық жырына, Қапан Сатыбалдин біз батырдың ұрпағымыз бейбітшілік жырына, шай-шай қойымға, Тимурушылар әндеріне өлең жазып еді. Ұлы Отан соғысы басталған шақта Мұқышев, Найзағай, Қасым Аманжолов біз жеңеміз, Асқар Тоқмағамбетов ант, туысқандар, жеңіс туы астында, қоштасу, халық қызы әндерінің сөзін жазды. Жұмағали Қасыммен қатар майданға Бақытжанның талай достары аттанды. Ант, қоштасу, Найзағай, біз отанның ұрпағымыз дейтін шығармалары осы сәтте туды. Араласып жүрген ардақты жандармен қоштасып, сәт сапар тілеуі, намыстарын қайрап, жігерлендіруге шақырған әндері өмір талабын дәл түсінгеннің айғағындай. 50-ші жылдары Бүркіт Ысқақовпен бірге қосылып жұмыс жасады. Оған жастар жыры, күзетте, космонавттарға, шекарашы әні, колхоз қызы әндерінің сөзін жаздырды. Әбу Сәрсенбаевқа Ақкөгершін, Әлімқұловқа Алмағаштар жайнайды, Шерхан Мұртазаға Арман, Шонас Маханұлына Айткелін, Әбділда Тәжбаевқа Дала Сандуғашы, Ой толқыны, Мұзафар Әлімбаевқа Менің папам, Жаңа жыл, коммунистік еңбек бригадасының марш әндерінің өлеңін арнайы өтініп жаздырған. Келесі бейне көрініс кейіпкеріміздің еңбек жолындағы музыка саласында атқарар еңбектері туралы болмақ. Назар аударайық. Что он сделал? Он хорошо владел домброй. Мана қызықты қараңыз. Бақытжан домбыраның қыр-сырын жақсы меңгерген екен. Оның не істегенін білесіз бе? Домбыраның үні екі шектен шығады. Осы екі шектен әрқайсында көптеген дыбыс жасырынып жатыр. Домбырадан таралған осы дыбыстарды дәл ажырата отырып, вокалды хор партитурасына енгізеді. Осылайша хорда бір адам ән салып тұрса, қалғандары домбыра секілді сүйемелдеп тұрады. Тамаша идея. Қайран қаласың. Ол құрманғаз күйлерін хорға лайықтап өңдеп, музыка аспаптарының сүйемелдеуінсіз адам көмей арқылы жеткізетін шебер де қонымды әдіс тапты. Бәрімізге белгілі сарын өзгеше сипатта сыр шертті. Оның Ақбай, Шалқыма, Ақсақ киік, Ай жанғыз, Келіншек, Айғабақ күйлерінің мән мағынасын айқындап, жаңғыртып, хор репертуарына қосқаны капелла ұжым үшін айтарлықтай табыс болды. Күйді хорға айналдыру да өзінше бір қызық. Таңғаларлық құбылыс бар. Мысалы Ақбай күйін алайық. Оны дамытып, құбылтып, хор партитурасына лайықтап жасады. Бірақ бәрібір түп негізінде күйдің сарыны жатыр. Практически хоровой күй. Бүгінде Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы қазақ күйлерін шет елдерге танытып жүр. Композитордың бұл шығармалары әлде көпшілік сұранысынан түскен емес. Бақытжан Байқадамов хорға ән жазумен қатар қазақтың музыкалық аспаптарын реконструкциялаумен де айналысты. Бұл істе оның математикаға қабілеті көп көмектесті. Ведь его же идея. Байқадамов домбыраны бастапқы қарапайым күйінен дәстүрлі ән күйге ыңғайлап, заманауи түрге дейін дамытты. Қазіргі музыкаға аспаптың дыбысы ғана емес, құрылымы сай болу керек. Осы тұрғыдан Байқадамовқа алғыс айтуымыз қажет. Бүгінгі біздің пайдаланып жүрген домбыра пернелерінің орналасуы Бақытжанның нақты есептеумен қойылған. Великолепного звучания, как просто классического инструмента Востока. Бақытжан Байқадамов физиканы, математиканы терең оқығанның арқасында бұл кісі ғылыми еңбектер жазды, музыкалық акустикаға байланысты.
Дүние майда неге құлпырады, бар тіршілік өмірге ынтығады. Қара тастың маңдайы шып-шып терлеп, ақынның жүрегінен жыр туады. Дүние майда неге құлпырады, қарашы кәременде бұлқынады. Қайын ана сырғасын сәби самал сипалап сылдыратып жұлқынады. Енді тағы да бір тамаша әнді назарларыңызға ұсынамыз. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Алмағаштар жайнайды әнін екінші ә сыныбының жетекшісі Зейнел Ғабдинова Салтанаттың орындауында тыңдайық. Композитор мен ақын өнері білектілемейді, жүректілейді. Өнерпаздар ынтымағы шынайы болса, бірінің бірі қаламдарын жанып, жігерлерін қайрап, еңбектері жемісті шықса керек. Қазақтың хор капелласының іргесін қалаушылардың бірі, оны классикалық дәрежеге көтеруге ат салысқан алғашқы дирижері Бақытжан көркем өнер саласына 25 жылына арнапты. Келесі бейне көрініске назар аударайық. Бақытжан Байқадамов пен Сенси Хайдың достығын Қытай халқы ерекше бағалап қадір тұтады. 2000 жылы Бақытжан Байқадамовтың мұражайы ашылып, сол үйге Сен Хайға арнап ескерткіш тақта қойылды. Осы мұражайдың ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Қытай Халық Республикасының төрағасы Цзян Цземин де қатысты. Потому отец был уникален во всем. Әкем өмірінің соңына дейін сол кездегі қыздар педагогикалық институтында сабақ берді. Музыка факультетін ашып, жан-жақтан білікті ұстаздарды жинады. Музыкальный факультет при Жинпи. Қазақ музыкасының іргетасын қалаушылардың бірі Бақытжан Байқадамов 1977 жылы дүниеден өтті. Ол жастайынан тағдыр тауқыметін көрсе де, өмір үшін талмай күресіп, артында өшпес із қалдырды. Менің де бір шуағым бар жинаған, бұлтты күндей бір қанамын қиналам. Өзім демес өзгелерді жылтайын,
жарық дүние жақсылығыңды қимаған, деп Мұқағали Мақатаев жырлағандай, Бақытжан Байқадамов та өз атына әннен мол мұра қалдырды. Кешіміздің соңында Нығымет Баймұхамбетовтың сөзіне жазылған композитор Бақытжан Байқадамовтың Айгөлек әнін ұсынамыз. Ортада 4-ші Ә сыныбының оқушысы Сәрсенбаева Еркиназ. Композитордың әні қанаты, ал енді қанаты қарышты болса, аясы ауқымды келеді. Сондықтан біздің мақсат композитордың қанатын әрі қашан қалықтатып қарыштату, әндерін күллі ұрпаққа паш ету. Себебі бұл біздің Бақытжан, қазақтың бір туары, Байқадамның Бақытжаны. Кешіміздің қорытынды сөзін мектебіміздің директоры Құдайбергенов Жанайдар Сәндібекұлына береміз. Саламатсыздар ма? Оқушылар, құрметті қонақтар. Міне бүгін Абай ағамыздың ұйымдастыруымен, Бақытжан Байқадам ағамыздың өмір дерегімен, ол кісінің шығарған өлеңдерімен, жалпы ол кісінің осы өмірдегі келген қазақ музыкасында, қазақ мәдениетіндегі бір ерекше орнын атап өтіп жатырмыз. Сол Бақытжан ағамыздың 100 жылдық мерекенің қарсаңына біз осы мектебімізде осындай оқушыларымыз, қонақтарымыз осындай бір мағлұмат алсын. Өйткені
бұл кісілердің жаңа айтылғандай біртуар адамдар. Өйткені бұл кісілердің өмірі, тағдыры ол тек қана халық үшін, осы халықтың мәдениетін асқақтау үшін бұйыртты өлең. Сондықтан да ол кісі қазақ еліне, қазақтың музыкасына сіңірген еңбегі орасан. Сондықтан да осы кешке қатысып ұйымдастырып жатқан оқушыларға, мұғалімдерге рахметімді айтамын. Осы шараға қатысып өзінің белсенділігін танытқан оқушыларды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Сазгер Бақытжан Байқадамовтың 100 жылдық мерейтойына орай мектебіміздің өткізілген өмірдің өзі ән, әннің өзі өмір сазды бағдарламалық кешке атсалысқан үшін 4-ші Ә сынып оқушысы Сәрсенбаева Еркеназ марапатталады. Дәл осындай мәтінде 9-ші Ә сынып оқушысы Арман қызы Аружан марапатталады. 2-ші Б сынып оқушысы Казиева Камшат марапатталады. Дәл осындай мәтінде 5-ші Ә сынып оқушысы Мұстафиев Бектұрсын марапатталады. Бүгінгі кешімізге алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге рахмет айта отырып, сау